Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қыс мезгіліне дайындық айдарын жалғастырамыз. Бүгін баклажаннан салат даярлаймыз. Салат құрамындағы көкөністердің әрқайсысын 10 данадан қолданамыз. Сол үшін бұл салат десятка деп аталады. Десятка салаты өте ерекше дәмді шығады, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап менімен бірге даярлаңыздар. Салат үшін бізге 10 дана орташа көлемдегі баклажан, 10 дана тәтті қызыл бұрыш, 10 дана орташа көлемдегі пияз, 10 дана үлкен қызанақ. Үлкен қызанақ болмаған жағдайда кіші қызанақтың санын көбейтсеңіз болады. 10 зубчик чеснок, яғни бұл үлкен бір дана сарымсақ, 2 ас қасық тұз, 20 грамм қант, 100 мл 9% уксус, 200 мл өсімдік майы қажет. Алдымен барлық көкөністерді жуып тазалап алғаннан соң оларды кесіп даярлап аламыз. Бұл салаттың ерекшелігі барлық көкөністерді ірі бөліктерге бөлеміз. Баклажанның екі жағын кесіп тазартып аламыз, содан соң ортасынан бір бөлеміз. Жарты бөліктің ортасынан кесіп, содан соң видеода көрсетілгендей етіп 3 бөлікке ғана бөліп аламыз. Қысқа даярланатын осы салатымыз негізінен осындай ірі бөліктермен ерекшеленеді. Баклажанның барлығын кесіп даярлап алған соң, оның бойындағы қышқылданды шығару үшін суық суға тұз қосып, баклажанды соған салып 1 сағатқа қалдырамыз. Қызанақтың да басын кесіп аламыз, содан соң оны да ірі бөліктерге бөлеміз. Егер сіздерде үлкен қызанақ болмаған жағдайда, онда мен секілді қызанақтың санын көбейтсеңіздер болады. Тәтті қызыл бұрышың да басын кесіп, содан соң тұқымынан толығымен ажыратып аламыз. Одан соң оны да ірі бөліктерге бөліп аламыз. Көбіне осы салатқа пиязды қолданғанда оны ірі бөліктерге бөледі. Ортасынан бір кесіп, содан соң 4-ке бөле салады. Ал мен ортасын кесіп алғаннан соң 6 бөлікке бөлдім. Бұл салатқа бір дана үлкен сарымсақтың 10 зубчигін қолданамыз. Сарымсақты да қатты ұсақтамаймыз. Оны видеода көрсетілгендей пластинка етіп кесіп шығамыз. Бізге бір үлкен көлемдегі табақ немесе қазан қажет. Менің барлық көкөністерім бір ыдысқа сыймағандықтан, мен эмалированный бір үлкен табақпен және бір қазанды қолдандым. Барлық көкөністерді жақсылап араластырып алған соң, осы 2 ыдысқа бөліп салдым. Салатымызға тұз саламыз, содан соң қант саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы жерде айтып кететін жайт, салат қайнаған уақытта міндетті түрде тұздың дәмін тексеріңіздер. Себебі сіздің салаттарыңыздың көкөністеріңіздің көлеміне байланысты тұз жеткіліксіз болған жағдайда міндетті түрде тұз қосыңыздар. Салатымызды жақсылап араластырып, орташа оттағы газға қоямыз. Ыдыстың бетін жауып, қайнағанға дейін бұқтырамыз. Салат қайнаған уақытта көкөністердің көлемі кішірейеді, сондықтан мен салаттың барлығын бір ыдысқа ауыстырып алдым. Салат қайнаған уақытта газдың отын азайтамыз, содан соң 200 мл сұйық майдың барлығын қосып, тағы да бетін жауып 35 минут бұқтырамыз. Салат 35 минут бұқтырылып болған соң, оған сарымсақтың барлығын қосамыз. Одан соң уксусымызды қосып, қасықпен ортасына кіргізіп қана қоямыз, себебі баклажанымыз езіліп кетпеуі тиіс. Салатты көп араластырмаймыз. Сарымсақ пен уксусты қосып алғаннан соң, ыдыстың бетін тағы да жауып, 10 минут көлемде бұқтырамыз. Салатты алдын ала стерилизация жүргізген банкаларға құямыз. Стерилизация жасау туралы мен лейчо, кобра салаттарын жасаған уақытта айтып өткен болатынмын. Оны менің каналымнан ашып қарасаңыздар болады. Ыстық салатты міндетті түрде ыстық банкаларға құямыз. Салатты банкаға салған уақытта міндетті түрде банкаға салатты толтырып құйыңыздар. Сонда банканың ішінде ауа өте аз мөлшерде қалады, яғни ол салаттың бұзылып кетпеуінің бірден-бір кепілі. Банканы міндетті түрде стерилизация жүргізген қақпақтармен жақсылап жабамыз. Ыстық банканы міндетті түрде төңкеріп, одеяломен немесе пледпен толық суығанға дейін орап қоямыз. Сонда банканың ішінде стерилизация жүріп, ол салаттың жақсы сақталуына әсер етеді. Осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, қыс мезгіліне салат жауып алыңыз. Мен өз каналымда сіздермен әрқашанда ерекше рецепттермен бөлісемін. Сондықтан жаңа видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Жақын арада қысқа дайындық айдарынан тағы да видео рецепттермен бөлісемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.